Баршаңызға сәлем. Сіздермен тілдеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапишева. Ақтауда болған жағдайдың видеосы желіде тарап кетті. Кеше денсаулық сақтау министрлігінің кезекті брифинг өтті. Пневмония мен коронавирус статистикасының бірігуі туралы айтылу керек болатын журналистер Цойдан барынша нақты жауап беруін талап етті. Себебі ол әдеттегідей жауапты бұрмалап, уақытты созумен болды. Әрі ол эпидемияның шарықтау шегінен өткенімізді айтты. Бүгінгі шығарылымда сол туралы және Әсия Төлесованың соты туралы сөз қозғайтын боламыз. Бірақ бастамас бұрын сізден осы каналға жазылып, видеоға лайк басып, бөлісіп, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Біреулер туғандарын карантин ережелері кесірінен жерлей алмай қиналып жүрсе, бастықтарға ештеңе бұрынғыдай өзгерген жоқ. Куәгерлер Ақтаудағы бұрынғы полиция бастығының анасын жерлеу рәсіміне байланысты орталық жолды жауып тастағанын хабарлады. Ақтаулық жүргізушілер 27 және 12 А шағын аудандары арасындағы орталық жолдың жабылып қалғанына наразылық білдірді. Жолды жабу себебі адамдардың айтуынша жерлеу болды. Маңғыстау полициясы бұл жағдайға қатысты әлі түсінік берген жоқ. Жүргізушілердің хабарлауынша 3 тамыз күні таңертең 27 мен 12 А шағын аудандар арасындағы жолды жол полициясы бөгеп тастаған. Кеше 3 тамыз күні таңертеңгі сағат 9-да жол полициясы 26 шағын аудандағы мешітке барар алдында жолды жауып тастады. Себеп Ішкі істер министрлігінің генералының туысы қайтыс болды. Барлық көлік соңғы сапарға шығарып салатын қалған көліктер өтіп кеткенше шамамен 10-15 минуттай тұрды. Осыдан кейін олар халықты жібере бастады. Бұл шектен шыққандық деп шағымданды жүргізушілер. Маңғыстау облысының полиция басқармасы әзірге жағдайға байланысты ешқандай түсініктеме берген жоқ. Еске салсақ, жүздеген адам 79 жасында қайтыс болған облыстық полиция департаментінің бұрынғы басшысының анасымен қоштасуға келді. Сонымен қатар облыста жаппай шаралар, соның ішінде жерлеу рәсімдері мен еске алу шараларын өткізуге тыйым салынған болатын. Естеріңізге сала кетейік, облыс тұрғындары жергілікті полицияның қатысуымен болған бірқатар жол көлік оқиғасынан кейін Батыс Қазақстан облысындағы полицияны басқаратын генерал-майор Әбләзимовтың отставкасын талап етуде. Мақсұтхан Аблазимовтың байлығы 167 миллион долларға бағаланатын долларлық мультимиллионер Бахридин Аблазимовтың ағасы екені белгілі. Мен де осыларға қосылып, Аблазимовтың жұмыстан шығарылуы тиіс деп ойлаймын. Балық басынан шірейді. Заңды құрметтемейтін полиция бастығы Батыс Қазақстанға қандай пайда келмек? Одан басқа естеріңізде болса, Цой 1 тамыздан бастап пневмония мен коронавирус статистикасын біріктіреміз деген болатын. Осы тақырып аясында кеше денсаулық сақтау министрлігімен кезекті брифинг өтті. Тақырып осы болғанмен елдегі эпидемиологиялық жағдай туралы пневмония жайлы бірден-бір сөз қозғалмай өтті. Қысқасы, нәтиже берген уәденің мазмұнына сай келмеді. Коронавирустан тәулік ішінде 33 адам қайтыс болғанын айтып, пневмонияға жауап бермеді. Министр осы уақытқа дейін қайтыс болғандар туралы мәлімет келтірді. 3 тамыздағы жағдай бойынша 93.820 адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Оның ішінде 27.597 адам емделіп жатыр. 65.132 адам аурудан айыққан. 1091 адам қайтыс болды. Оның айтуынша бос тұрған төсек саны және жазылған науқастар көбейген. Ал вирустың таралу көрсеткіші 1,2-ден 0,89-ға дейін төмендеген. Егер пневмония жағдайларын ескерсе, статистика басқаша болар еді. Әрине, пневмония жағдайларын ескерсе, статистика басқаша болар еді. Немесе Тоқаев статистика біріктіреміз дегенде айтқандай, коронавирус нәтижелері нашарлауы мүмкін. Соған дайын болуымыз керек еді. Цой не үшін статистика бірікпеді дегенге былай деп жауап берді. Тіркелген пневмония жағдайларының саны туралы мәліметтер болашақта шешім қабылдауға қажет. Атап айтқанда, пандемияның күзгі кезеңін болжау үшін қажет. Бізге бүгінде нақты статистика қажет. Олар ашық болуы керек және нақты жағдайды көрсетуі тиіс. Біз осыған назар аударып, жүйені қайта жасадық.
Қазақстанда жыл басынан бері 234 мың адам пневмония жағдайы тіркелген. Коронавирусқа ұқсас пневмония санын бөлу және оны қазіргі статистикаға енгізу дәрігерлерге үлкен жүктеме түсіреді. Қазір дәрігерлер ретроспективті түрде қарайтын болса, онда ол пациенттерді емдемейді немесе деректерді іріктеумен айналысады. Екеуінің бірін таңдауымыз керек болады. Менің ойымша, күзгі кезеңді және пандемия барысын дұрыс болжау үшін болашақ көрсеткіштер маңыздырақ. Осылай сұрақтан қашып жауаптың мазмұнын бұрмалай жауап берді. Естеріңізге болса, сақтандыру қоры басшыларымен болған брифингте өзінің батыл сұрақтарын қойған журналист Ирина Севастьянова бұл жолда өзінің сұрақтарын қойды. Сұрағының ең маңыздысы алдағы уақытта қандай жоспар, яғни не күтіледі, соны цифрмен айтып беруін сұрады. Алайда Цой әзірге жоспар жоқ деп жауап берді. Әдеттегідей, мұның барлығы алдағы уақытта өзгереді. Бұған тікелей халықтың санитарлық норманы сақтауы қажет деп айтты. Әрдайым осылай халыққа жауапкершілікті арта салу арқылы ол өздерін сүттен ақ, судан таза етіп шығара бермек. Дәл қазір алдағы уақытта жоспарды білу маңызды. Себебі ол айтқан күзде болуы мүмкін шарықтау шек келген кезде ауруханалар, дәрігерлер дайын болмаса, олардың қатесі екені бірден көрінетін болады. Айта кететін нәрсе, Тоқаев твиттерінде мынандай жазба жариялады. Денсаулық сақтау министрлігі мен барлық медициналық мекемелердің басты міндеті өлім-жітім деңгейін ең төменгі шекке дейін түсіру. Үкімет азаматтардың карантин режимін сақтау жөніндегі шараларды күшейтуге міндетті. Онсыз пандемияға қарсы күресте жеңіске жету мүмкін емес. Бұл сөздеріне қарап, Цойдың елде жағдай жақсарып келе жатыр деген сөздеріне қарамастан карантинді тағы да күшейтеме деген сұрақтар туындауы мүмкін. Меніңше, бұл Тоқаевтың кезекті бір-бірінен айырмашылығы жоқ сөзі. Ал карантин режимін сақтау жөніндегі шараларды күшейту дегені маскасы жүргендер мен бизнестерге салынатын айыппұлдарды айтқан тәрізді. Одан басқа кеше белсенді Әсия Төлесованың соты өтті. Ол 8 маусымнан бері изоляторда қамауда. Естеріңізге салсам, 2 айға жуық әлде онда болуының себебі полицейдің фуражкасын қағып жібергені. Олар 6 полицейді жәбірленуші қылып, Асияның кінәлі деп санайды. Асияның қолдауға белсенділер жиналып, сот алдында түрлі плакатпен, лозунгпен пікірін білдірді. Тіпті олардың бостандық деп айқайлағандары сот залында да естіліп, видеоға жазылып та қалды. Сот барысына қысқаша тоқталып өтсем. Ең алдымен Асияның адвокаты Джохар Утебеков былай деп қайта қарауға өтініш білдірді. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 147 бабы бойынша орташа ауырлықтағы қылмысы үшін 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған адамды сот үкімі шыққанға дейін қамауға алуға болмайды. Қылмыстық іс жүргізу кодекстің 147 бабында менің клиентімді қамауға ұстауға мүмкіндік беретін қандай ерекшеліктер бар екендігі туралы біз білмейміз. Асияны заңсыз ұстап отырғандарында шаруасы жоқ. Олар алдымен прокурор, кейін сот бұл өтінішті жоққа шығарды. Осылайша адвокаттар айтқан өтініштерді бірінен кейін бірі қабыл алмады. Әрі соттың жәбірленушілердің шағын қабылдап, объективті болмаған үшін адвокаттар мен Асияның қарсылық білдіргеніне қарамастан сот жалғаса берді. Сот үзілісінде Асия тергеу изоляторындағы жағдайдың нашар екенін айтып, дәретханалардың жұмысы істемейді, іші өте лас екенін айта бастағанда оны желден үзіп жіберді. Сірә бұл айтқандары біреуге жұқпаған болар. Сот уақыты адвокаттар үшін тиімсіз болған үшін, әрі Асия адвокатпен жеке сөйлесу керек мәселесі болған үшін бүгінге шегерілді. Ал жәбірленушілер болса, біз неге үнемі адвокаттардың уақытына қарай ыңғайлауымыз керек, уақытымыз жоқ деп пікір білдірді. Сот шешім шығармады. Менің ойымша 2 айға жуық уақыт тергеу изоляторында титтей нәрсеге бола Асияның қамауда жатқаны әділетсіздік. Бұған дейін қызметінен кетті деген денсаулық сақтау вице-министрі Олжас Әбішев қамауға алынды. Бірақ Цойдың айтуынша ол қамауға алынғаннан бұрын өз еркімен бір апта бұрын жұмыстан шығу туралы өтініш жазған екен. Қаржы министрлігінің қаржы мониторингі комитетінің дерегі бойынша ол бюджет қаражатын жымқырды деген күдікпен ұсталған. Және 2 айға қамауға алынды. Айта кетсем, Әбішев 2018 жылы денсаулық сақтау вице-министрі болып тағайындалған. Қызметінде цифрландыру және ақпараттық қауіпсіздік мәселелеріне жауап берген. Енді салыстырыңыз. Фуражка үшін 2 ай қамауға алынған Асия мен бюджеттен
қаржы жымқырды деп 2 айға қамауға алынған вице-министр. Елдегі жағдай, Цойдың статистикасы, Асияның соты туралы менің пікірім міне осындай, ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.